өңір басшысы Нұрымбет Аманұлына жеңімпаз команданың жолдамасын табыстайды. Құтты болсын. Қарағанды облысынан келген өнерпаздарымызға, ақындарымызға, айтыскерлерімізге қол шапалақтап рахметімізді айтамыз. Бүгін бағана басында айтып өттім ғой, бүгінгі мына жарыста барлығы жеңімпаз. Қазақ өнер жеңіп жатыр. Қазақ елі жеңіп жатыр. Сондықтан біздің шығыстың жігіттеріне келесі сайысқа өтіп жатқан ақ жол тілейміз. Келесі кездескенше күн жақсы болғай. Шығыс Қазақстан облысы командасының жетекшісі, қазақ айтысының айбары. Екінші айналымға шығатын 10 команданың бірі болып, біз міне елдің қолдауымен, ата-бабамыздың әруағының қолдауымен, жарлығы күшті жаратқан Алланың қолдауымен біз міне екінші айналымға шықтық. Бұл әрине шықтық деп айта салған бір ақ ауыз сөз. Бұның ар жағында үлкен еңбек жатыр. Біздің ұжымның, команданың. Бүгінгі шығыс төріндегі Алтай алтын бесігім дейтін қос команданың айтысы өте бір жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Кешеден бері бізді құшақ жайып қарсы алған осы шығыс жұртшылығына алғысымыз шексіз. Қонақжайлықтарыңызға мың рахмет. Енді бүгінгі Өскеменнің келесі айналым өткеніне өз басым қуандым. Біз былтырғы жарыстың жеңімпаздары ретінде осы жаңа Серік Құсанбаев ағамызға былтырғы біздің жолымызды берсін деп тілек айттық. Алла сол тілегімізді қабыл қылсын. Осы жобаның жеңімпазы болуды Алла нәсіп етсін. Осы Шығыс Қазақстан